Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін мен өзім жиі қолданатын ClassDojo платформасымен таныстырғым келеді. Бірінші платформаға өтпес бұрын Google-ға ағылшын тілінде ClassDojo деп теріп алып, сайтқа өтеміз. Сайттың бірінші бетінде ашылғанда бұл бетте мұғалімдерге, ата-аналарға, студенттерге арналған бөлімдері бар. Және де электронный почтамызды жазып алып, атымызды, фамилиямызды және құпия сөзімізді тереміз. Және тіркелу батырмасын басамыз. Тіркелу батырмасын басқаннан кейін бізге добавить свою школу деген шығады. Егер өзіміздің мектебімізді таба алмасақ, добавить батырмасын басып, өзіміздің мектебімізді таңдайтын боламыз. Мектебімізді таңдап болғаннан кейін бізге электронный почтадан код келеді. Сол кодты енгізіп алғаннан кейін оқушыларды, сыныпты таңдаймыз. 3-ші сыныпты таңдағаннан кейін бізге оқушыларды енгізу керек. Осы 3-ші К сыныбына оқушыларды енгіземіз. Енгізіп алғаннан кейін ол оқушылардың дұрыс тұрғанын қадағалаймыз. Продолжить батырмасын басып, успешно сәтті аяқталғанын көргеннен кейін балаларға тапсырма беруге болады. Бір оқушыны таңдап алып, оған тапсырма беріп, және де олардың орындалғаннан кейін ұпайларын қарауға болады. Және де тағы бір оқушыны таңдап, оған басқа тапсырма беру арқылы ол оқушының да ұпайын бағалауымызға болады. Және де сабаққа келмеген оқушыларды белгілеп алып тастауға болады. Оқушылардың бағаларын көріп тұрмыз, ұпайларын. Екі оқушының ұпайын көрсетіп тұр. Және де сабаққа келмеген оқушыларды белгілеп өшіріп тастай аламыз. Және де случайный выбор, кез келген оқушыларды таңдау арқылы оларға тапсырма беріп, сол тапсырмаға бағалау ұпайлары шығады. Кез келген оқушыны таңдап алып, сол оқушыға тапсырма беруге болады екен. Және оған уақытын көрсетуге болады. Құжат бөлімінде топтық жұмыс, жұптық жұмыстарын өткізуге болады. Топқа, және де 2 топқа, 3 топқа өзімізге ыңғайлы топтарды топтастырып береді екен. Және де бұл жерде көптеген өзімізге ыңғайлы параметрлерді тауып, сабағымызды қызықты да тиімді пайдалануға болады. Егер сіздерге осы платформа қызықты болып жатса, сабақтарыңызға пайдалануға кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет.